Сәлем достар, бұл видеода сізді күтпеген жауаптар мен ең жақсы жұмбақтар болады. Әдеттегідей сіз бейнені кідіртіп тыныш ойлана аласыз. Видео соңында неше сұраққа жауап бергеніңізді пікірге жазуды ұмытпаңыз. Сіздермен бірге біз, бәрі бар арнасы. Номер бірінші сұрақ. Ең алдымен қарапайым жұмбақтан бастайық. Ер адамның інісі бар. Ер адам 6 жасқа толғанда, інісі одан 2 есе кіші еді. Бүгін ер адамның жасы 70-те, ал оның інісі қазір неше жаста? Дұрыс жауабы 35 деп жауап бергендер арамызда бар шығар, бірақ бұл қате. Ер адам 6 жаста болғанда, оның інісі 2 есе кіші болды, яғни 3 жасқа кіші. Сондықтан қазір інісінің жасы 67-де. Номер екінші сұрақ. Патша қызын үйлендіруге шешім қабылдады. Бұл үшін ол арнайы жарыс өткізді. Барлық сынақтан тек бір рыцарь өтті. Соңында оны финалдық раунд күтіп тұрды. Патша рыцардың алдында 4 есік бар екенін айтты. Егер бұл есіктердің дұрысын таңдаса ғана, ханшайымды таба алатынын ескертті. Қай есікті таңдау керек? Дұрыс жауабы, әрине, сіз есіктердің әрқайсында белгілер бар екенін байқадыңыз. Тек үшінші есікте оң қолмен көрсетілген белгі бар. Ол рыцарь ханшайымды таба алатын дұрыс есік. Номер үшінші сұрақ. Сіз банкты тонамақ болдыңыз. Ақша сақталған бөлмеге кіру үшін сіз код құлпын бұзуыңыз керек. Сізде нақты код жоқ, бірақ арнайы кеңестер бар. Соның арқасында сіз 3 таңбалы кодты ала аласыз. Егер сіз қателессеңіз, полиция ұстап алады. Кеңестерге мұқият қарап, осы құлыптың коды қандай екенін табыңыз. Бейнені кідіртуге болады. Дұрыс жауабы. Сонымен, дұрыс шешім қабылдау үшін ең алдымен В тобынан бастаған жөн. Себебі ешқандай цифр дұрыс емес. Осылайша осы сандарды басқа топтардан сызып тастаймыз. Келесі С тобында 2 сан дұрыс екенін анықтадық. Демек бұл сандар құпия кодта бар. Ал Д тобына келсек, 2 санның біреуі дұрыс. Қайсысы дұрыс екенін Е тобынан анықтай аламыз. Е тобында 8 және 7 саны тұр. Бұл жерде 8 саны дұрыс. Осылайша 7 санын сызып тастаймыз. Енді 3 санның орындарын анықтауымыз керек. А тобында 1 сан дұрыс, және ол өз орында. Бұл сан 9. С тобында 2 дұрыс сан өз орында тұрған жоқ. Осылайша біз соңында 829 құпия код екенін анықтадық. Номер 4-ші сұрақ. Көшеде тонау болды. Қаскүнем әйелдің сөмкесін алып, хайуанаттар бағына тығылды. Сол жерде қарақшы хайуанаттар бағының жұмыскерінің формасын киіп алды. Полиция хайуанаттар бағына келген кезде 4 жұмысшы табылды. Олардың біріншісі арыстанға ет берді. Екіншісі маймылдардың торын тазалады. Үшінші мүйіз тұмсықты етпен тамақтандырды. Төртінші зебраға су берді. Полиция олардың қайсысы қылмыскер екенін тез анықтады. Кім қарақшы және неліктен? Дұрыс жауабы. Қарақшыны ұстау үшін қарапайым биологияны білу керек. Бұл жерде мүйіз тұмсық шөп қоректі жануар. Сондықтан мүйіз тұмсыққа ет берген қызметкер қарақшы. Достар, біз видео соңына келіп қалдық. Егер видео ұнаса, арнаға жазылып қоңыраушаны басып кетіңіздер. Сіздермен бірге біз, бәрі бар арнасы.